Саламатсыңдар. Менің атым Еркебай, фамилиям Қаратаев. Шымкент қаласы Қаратау ауданына қарасты Өтеміс тұрғын алабында тұрамын. Зейнеткермін. Жасым 79-да. Қазір құрметті демалыстамын. Кезінде еңбек еттік. Білім саласында 40 жылда еңбек еттім. Соның 10 жылын мектептің директорының көмекшісі болдым. 22 жыл мектепте директорлық қызмет атқарып, зейнеткерлікке шықтым. Содан қоғамдық жұмыстарға қатысып, ауылдың көркеюіне, өсіп-өнуіне, дамуына өз үлесімді қостым. Өткен өмірім қиыншылық болғаннан кейін біраз денсаулықтар болмай қалған жағдайлар болған, бірақ ол кезде жас денсаулықты жақсы жүрдік, тұрдық, бірақ қартайған кезде кішкене сыр бере бастап, содан 14-ші жылы қатты ауруға ұшырадым. Содан ноябрь айында қатты қиналдым. Шымкент қаласына барып, тексеріліп, дәрігерлік қараудан өттім. Сонда маған қойған диагнозы простатит, панкреатит, холецистит және жүрек қан тамыры аурулары деп қойды. Сөйтіп емдеді. Одан келіп үйде болдым, бірақ жақсы болып кете алмадым. Содан жүріп 15 жылдың январь айында тағы да қиналдым. Онан кейін Астана қаласына барып, Астана қаласында балам істейді, жұмыс, қызмет жасайды. Қалалық бірінші клиникаға барып түстім. 10 күн сол больницада, ауруханада жатып, тексеріліп, ұшыраған ауруларының диагнозын қойып, 10 күнде. Олар да сол Шымкент қаласында қойылған диагнозды растады. Сонда балам машинада жүреді. Сол жүргенде радиодан Ламифарен орталығының бар екендігін, оның халыққа қызмет қып, денсаулыққа пайдалы ем ретінде шығарылатын өнімді халық алып жатқанын айтып, бірнеше қаншама аурулар жазылған. Балам қоймады, соны алыңыз, Ламифаренді көріңіз ішіп деп. Сол баламның айтқан кеңесімен 15 жылы март айында Ламифарен орталығынан Ламифарен алдырдым 8 банк, 8 құтысын. Сөйтіп, соны іше бастадым. Алғашқы кезде әсері байқалмады. Содан қоя қойсам ба екен деп ойландым, бірақ енді қанша деген ақшаға келді ғой. Бітіре салайын деп, сол 8 банкыны ішіп тауыстым. Содан май айының ортасында денсаулығым жақсара бастады, біліне бастады. Тамақ ішпейтінмін, батпайды ішем. Содан әбден әлсіз болып, қуатым кеткен, дірмәнсіз болып қалғанмын. Содан май айының аяғына қарай жақсылық бер қара бастадым. Тамақ ішу қалпына келді. Далаға шығатын болдым, жүріп тұратын болдым. Содан не керек, июль айында таза, құлан таза жазылып кеттім. Содан кейін сол Ламифаренге үйреніп, дағдыланып қалдым. Онсыз жүремайтын сияқты болдым. Содан арасында демалып, бастап, міне 7 жыл болды. Сол Ламифаренді ішіп, Аллаға шүкір. Сондықтан да мынау қазіргі көгілдір экран алдында отырған халыққа, көрермендерге бірінші денсаулықтарыңыз сақтаңыздар. Егер денсаулықтарыңыз болмай қалған жағдайда Ламифарен орталығына хабарласып, ішіп, денсаулықтарыңызды түзеңіздер деп айтқым келеді. Негізінде осы Ламифарен орталығын ашқан, Ламифарен Ресейден алдырып, халқымыздың денсаулығына ара түсіп, істеп жүрген азаматтарға, Ламифарен орталығында істейтін барлық қауымға рахметімді айтқым келеді. Ламифарен керемет өнім, оны барлық ауруға ем деп айтсақ болады. Сондықтан да осы орталығымыз дами берсін, халыққа қызмет қыла берсін, еңбектері жана берсін. Осы Ламифареннің арқасында халқымыздың денсаулығы жақсарып арта берсін дегім келеді.